Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен шайға тез дайындалатын өте дәмді шоколадты бисквит рулетінің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз салып, миксермен көпіргенше жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Жұмыртқа массамыз сәл көпірген соң қантты аз-аздан сала отырып, жұмыртқа массамыз ағарып, 2 есе ұлғайғанша тоқтамай жоғарғы жылдамдықта миксермен араластырамыз. Жұмыртқа массамыз ағарып 2 есе ұлғайды. Енді ұнға какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды елегіштен өткізіп, жұмыртқа массасына аз-аздан сала отырып, қалақпен астынан жоғары қарай араластыратын боламыз. Противенге пергамент немесе тефлон қағазын төсеп, массамызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Алдын ала қыздырып алған 180 градус пеште 10-12 минут пісіреміз. Бисквитіміз дайын болды. Суығанын тоспай пештен шығарып аламыз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексереміз. Бисквитімізді ыстықтай орап, оралған күйінде суытатын боламыз. Рулетіміз суығанша крем дайындаймыз. Суық сливкеге қант ұнтағын қосып, миксермен жоғарғы жылдамдықта қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дайын болды. Әзірше тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Рулетіміз суыды. Енді кремімізді тегістеп жағып шығамыз. Енді рулетімізді орап, шет жағын кесіп әсемдейміз. Осындай өте нәзік шоколадты рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.